Наурыз да келіп қалды. Ал мен болсам әлі шараны қалай өткізуді жоспарлаған да жоқпын. Не істерімді білмеймін. Жылда сол бір әуен. Ананы ақтардым, мынаны ақтардым. Ештеңе таба алар емес пе? Ойыма да ештеңе келетін емес. Ой, әріптес, оның несіне қиналасың? Ұлыстың ұлы күні ойын сауық емес пе? Өмірмен байланыстыр, балаларды ойнат, өзара жарыстыр. Яғни идея деген жетіп артылады. Айтайын ба? Дұрыс айтасың сен. Қалай сонда? Түсіндіріп жіберші. Менің айтайын деп тұрған идеям барлық сыныпқа келеді деп айта аламын. Яғни алдыңа сыныптың белсенділерін жинап алып, тапсырма бересің. Мәселен, би, ән, көрініс деген сияқты тапсырмаларды, немесе жағдаят деген сияқты қазақилыққа баулайтын біраз тапсырмаларды алдыңа дайындап қой. Мысалы, 5-ші А класы би билейді, 5-ші Ә класы ән айтады, 5-ші В класы көрініс көрсетеді деген сияқты. Бірақ бұл үйге берілген тапсырмаларды бірден жібермейсің, яғни шараның ортасына біртіндеп кіргізіп тұрасың. Бұл арқылы сіз сыныпты толық қамтып тұрсыз, солай емес пе? Жалпы кез келген Наурыз мерекесіне арналған шара қазақи дәмді дастарханы мен сәнді, солай емес пе? Сондықтан барлық сынып дастархан жаят деп ойлаймын. Егер де ондай мүмкіндік болмай жатса, онда да ешқандай қиындық тудырудың қажеті жоқ. Онсыз да той думанды өткеруге болады. Яғни мен не істер едім? Арқан тартыс жарысын өткізуге болады. Жарыстыратын болсаңыздар, ұлдардың көңіл күйі керемет көтеріледі. Арқан тартыс сайысы біткеннен кейін ән, би, өнерге кезек беруге болады. Одан қыз балаларда қарап қалмасын, ұзын бөрімді қыз деген сияқты қыз балалардың шаш өру сол жерде сахнада шаштың өру үлгісін көрсетсін. Одан кейін жаңағы көріністі жіберуге болады. Тіпті болмаса мен айтар едім, асық жарысында, асық ату жарысында өткізуге болады ғой. Қандай тамаша болар еді? Және де бір ерекше дүние үй тапсырмасына бөлек. Мысалы, алтын күзде бәрі поделка жасайтын еді ғой. Арбуздан, қауыннан, қарбыздан, жапырақтан. Ал сіз айтыңыз, ұлттық өнімдерден, мысалы, асықтан, мүмкін қазақи қамшы өруге байланысты ма? Яғни өздері бір жаңа тренд, ол трендтері бренд айналатындай дүние, өнім ойлап табу керек болады. Дәл осылай өткізетін болсаңыз, сіздің шараңыз керемет өтеді. Мынау дайын сценарий емес пе? Мынау күшті идея болып тұр. Көмектескеніме разымын. Рахмет, Әйгерім. Құрметті әріптестер, менен тағы да бір лайфхак болсын. Ұлыстың ұлы күніне арналған шараларыңыздың мәнін келтіретін, сәнін ашатын, ажарын келістіретін менің өзімнің авторлық Наурызнама кодексі деген ойыным бар. Сілтемесі жоғарыда, сипаттамасы алақанымда. Көріңіздер, пайдаланыңыздар. Ол үшін телефон нөміріне хабарласып алуларыңызға болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!